Менің аты жөнім Тілеухан Байгенжұлы, зейнеткермін. Менің бұл Мөлтек ауданына келгеніме 41 жылдан 42 жылға кетіп барады. Енді мына Серікті мен көптен бері білемін. Осы жерге келгелі білемін енді. Бұның енді біраз жағдайлары болып сыртта жүргені рас. Бірақ осы пәтерде тұрғанын мен толық ақиқаттай аламын. Пәтерде тұрған ба? Пәтердің иесі ма? Пәтердің иесі есебінде мен айта аламын. Бұның алдында да бірнеше семьялар тұрған, енді білмеймін олардың қаншалықты бұның құжат туралы документі олардікі ма, жоқ бұлардікі ма, бірақ Серіктің осы 5-ші қабатта тұрғанын, бала шағасымен, әйелімен тұрғанын мен білемін, көп жылдан бері. Бұның жасы 65-66-ға келді қазір. Енді үйсіз қалу мүмкін емес, өйткені осы жерде тұрды бұл. Үйден қалай айырылып қалдыңыз сіз? Менің жаңа больницаға кеткенім, осы үйге келгенімде жаңа үйге кіре алмағаным, больницаға түсіп қалдым. Қазіргі таңда қалай кіріп отырмыз үйіңізге? Енді қазіргі таңда мен осы келгеннен бері бұл жерде квартирада тұрған екен. Ол кісі заңға сәйкес неге барып? Жоқ. Сотқа барған? Жоқ, неге? Нотариуске барып документтерімізді көрсетіп, соны мен... Кім деген нотариус? Байболова Ләззат деген. Соған бардық, ол кісі айтты, үй мына кісінікі. Дегенде оны квартирада отырған адам маған квартираны босатып берді. Содан бері мен тұрып келе жатырмын осы квартирада. Соны қалай қойғанын білмейсіз ба? Иә, білмеймін оны, ешқандай қалай алып, қалай не қойғандарын бұлардың. Сіздің қамқоршыңыз ешкім жоқ қой, иә? Менің қамқоршым шешем еді. Ініңіз бар ғой? Кеп тұратын ініңіз бар ғой? Інілерім кеп тұрады, бірақ қамқоршы ретінде шешем қайтыс болып кетті. Інісі бар еді кеп тұратын? Тем более сейчас один он воспитывает, без жены и детей. Это отбирает квартиру, и дети на улицу должны, значит, пойти. Выходишь. Да? Он не один пойдет на улицу, еще 3 детей есть, тем более девочки. Да, уже и внуки есть. И человек остается под старость лет без жилья. Ошибки чьи-то, а кто-то виноват, хозяин. Менің естуімше алғашқы құжат осы Серіктің атында болған болды. Жақта кеткен. Кеңес өкіметтің кезіндегі алғашқы пәтерлі осы кісіге берілген. Психический ауруы бар деген. Бұл кісінің сотында мен қатыстым да, бұған 87-ші жылы исполком осы үйді берілген осы кісіге Серікбай Тұрымбетов дегенге үйді берілген. Бұл кісі сөйтіп тұрып, психический заболеваниемен больницаға түскен кезде 91-ші жылы приватизация басталғанда Файзулла Қайназаров деген кісі осы үйге кіріп алып, нелегальным образом не қылып алған, үйді приватизация жасап алған жердегі. Ол кісі ПТП-да жұмыс істеген, ол кісі де енді қайтыс болып кеткен, автопаркта жұмыс істеген. Файзулла Қайназаров деген. Білесіз ба? Содан кейін ол приватизациядан кейін ол үйді Алтай деген сатып жіберген. Алтайдың алдында Ақжан деген. Ақжан дегенге сатқан, одан кейін тағы да Алтай дегенге өткен, одан кейін Розаға нелегальным образом сатылып кете берген бұл үй. Бірақ мынада шешім тұр, исполкомның 87-ші жылғы берілген, осы кісіге атына берілген үй. А қазір бұл кісінің тұқылдап алып, үйді қоймақшы жердегі. Бұл кісінің 3 қызы бар. Өзі асырап отыр ол кісіні қазір. Бір өзі асырап отыр, например. Пенсиясымен, өзі мүгедек кісі, 2-ші группада инвалид бұл кісі. Бұл кісі мен көрші ретінде, мен де өзі микрорайон тұрғынымын, тұрып атқаныма 35 жылдай болды, бірақ бәр жағынан білем, адам баласына сенсіреген емес, үлкендігін көрсеткен емес жердегі. Көрген жерде ассалаумағалейкум деп амандасып өтетін адам болды. Мен айтатым жақсы жағынан. Қиналған кездер көп болды бұл кісінің, например, да. Сыртта да өмір сүріп жүрді, үйде асылған кезде. 2001-де скорый келеді осыге. Қазірдің өзінде де давлениесі көтеріліп, не қиналып тұр өзі кісі. Сол Алтай сатып кетті ғой бұны, қалай сатты? Нелегально сатып кеткен ғой, нелегально сатып кеткен. Алтай көп жыл тұрды бұл жерде, иә? Әсен бұл кісі 2-ші группа инвалид. Психический ауру бұл кісі. Ол келгелі бір біз қарап атырмыз бұл кісіге. Әйтеуір тамағын ап келеміз, нанын ап келеміз, әйтеуір әкеп келіп қарасамыз бұл кісіге. Қазіргі таңда сізде психический ауру деген справка бар ма? Бар ғой 2-ші группа деген, оны инвалидский, ана не істейді? 2-ші группа? Иә, бар. А бұлай психический больной емессіз ғой? Aldың ғой ауруда, өтірік айтпа, шыныңды айту керек бұл жерде. 2-ші группа жақында шықты, шыққаны 6-7 жыл болды қазір. Үйсіз болып көшеде жүрген кезден біз кіргізіп алдық үйге. Сөйтіп бұл кісіге қарадық, кейін өзі юристке барып, осы үй осыны екенін документ арқылы ол дәлелдеп осы үйге кірді.
Біз соны білеміз. Осыдан бері біз қарасып жүрміз бұл кісіге. Тамағын алып келеміз, нанын әкеліп береміз енді. 3 қызы болғаннан кейін оңай емес қой бір пенсиямен бағуға бұл кісіге. Үкімет қамқорына алу керек қой енді. Үлкен азамат жақсы болса келді, қызын оқуға дайындап жатыр. Тұрмыс жағдайы да қазір онша емес. 2 қызын тұрмысқа берді. Енді үкімет атынан мына жоғарыда отырған шенділер сот прокурорлардан өтінішіміз бар. Бұл кісіге жағдай жасасын, үйін алып берсін, өзіне керекті. Өйткені бұның о бастағы құжаты осы серіктің атында. Сондықтан біз бәріміз қоштаймыз, сондай ма? Үстіне бұл психический ауру, ол документ қағаз дегенді бұл кісі білмей. Қамқоршысы бар ма? Қамқоршы жоқ қой, ешқандай қамқоршы деген атымен жоқ қой бұл кісіде. Ол мен мысалға бұған туысқандығым, жақындығым жоқ, шын айтсақ. Анасы болады бұл кісі енді өмірден. Бұл кісіге енді анасы қайтыс болғаннан кейін бұл қалды енді. Кешегені бір 6-7 жыл болды бәнсіден шыққанына. Әйелі Астанада бұл жоқ. Бұл қағаз документ дегенді білмейді бұл кісі. Әйелі кетіп қалған екен. Кетіп қалған, қыздары 3 қызы өзінің қолында қалды. Қазір біреуі бар қобыншыға соғиды. Өз бағын өзі асырап қойды. Өзі қарап жатыр қазір. Егер бұл көшеде қалатын болса, қызымен бірге көшеде тентірейді де басқа не алады оны? Қызы нешеде жасы? 9-шы класс оқиды. Биыл 9-шы, 9-шы Мектеп жасында ғой? Мектеп жасында қыз ғой. Сокенде біздің редакцияға келген кезде бір сот орындаушы үйден шығарып жатыр дедіңіз ғой? Иә. Үйіне келіп қуышпасы болды ғой, мен де бардым ол кезде. Соттың шешімі күшіне енбей жатыр. Иә. Оның үстіне бас светі де жоқ, қараңғы тамның ішінде отыр ғой бұл кісі, оның үстіне инвалид 2-ші группа. Енді қазіргі заманда алаяқтыңнан көз ашамайтын болдық қой енді. Ол енді әлгі үкіметтік құқықтың адамдары енді шешіп беру керек қой. Оның үстіне мына Түркістанның халқы мұсылманбыз ғой, әулиелі жердің адам көмектесу керек қой мұндай кісілерге, инвалидтерге. Бұнда инвалидке көмектеспесек ақсақалдарға. Онда несін аламыз, онда ақсақалдармен шығарып тастауымыз керек қой. Сөйтіп оң кейін жастар қалып кетуіміз керек бұл жерде. Мұның тамын тартып алса, бұл енді қай хабар адал? Баратын жер жоқ. Енді қалаға барамын, көшеге барамын қызымен бірге, жапа жас қызымен. Түркістанның халқы көмектесу керек, басқасын қайда? Бұнда инвалид пенсионерлерге Түркістан халқы көмектесу керек. Қарайсыз ғой енді сот, оның көзіменен. Жаңағы заң орындағы адамдар.